Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді болып шығатын, өте нәзік пирогтың рецептісін көрсетемін. Ең алдымен ыдысымызға творогты саламыз. Менде сүзбе үйдің сүзбесі. Шама келсе осындай үйдің сүзбесі құрақ болғаны жақсы. Және де ыдысымызға қантты саламыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысын саламыз. Белокты бөлек алып қоямыз. Оны пирогымыздың үстіне меренге жасаған кезде қолданамыз. Кейін қаймақты саламыз. Кейін осының барлығын блендермен жақсылап араластырамыз. Егер сіздерде сүзбе құрғақ болмаса, онда аз ғана ұн немесе крахмал салсаңыздар болады. Толық рецепті видеоның астында описанияға жаздым. Кейін бөлек ыдысымызға ұнды салып аламыз. Оның үстінде бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін үстіне қантты саламыз. Разрыхлитель саламыз. Одан кейін тұз саламыз. Оны да жақсылап араластырып жібереміз. Ең соңынан бір жұмыртқаны саламыз да жақсылап қамыр илейміз. Біздің дайын болған қамырымыз осы видеодағыдай жұмсақ болу керек, қолға жабыспауы керек. Кейін сәл ғана ұнды сеуіп жіберіп, ыдысымызға барлығын жақсылап жайып шығамыз. Оның үстіне жаңағы салмамызды салып шығамыз. Және де осы дайын болған қамырымызды 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіреміз. Пирогымыз пісіп жатқан кезде меренге дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай ұзындау ыдыс керек болады. Және де венчигімізде ыдысымызда құрғақ болуы керек. Ең алдымен осы белокты бір өзін ғана миксерлейміз. Және де кішкене көпіре бастаған кезде аз-аздан қантты сала отырып, тағы да миксерлеп шығамыз. Осылай шамамен 10 минуттай миксерлейміз. Және де бізде меренгіміз дайын болған кезде, осы видеода көрсетілгендей төңкерген кезде меренгіміз төгілмеу керек. Және де насадкамызбен кондитерлік қалташамызды дайындаймыз. Бөлек бір кондитерлік қалташаға осылай меренгінің барлығын салып шығамыз, ал тағы бір кондитерлік қалташаға насадкамызды саламыз. Және де дайын болған меренгімізді өз қалауыңыз бойынша осы пирогымыздың үстіне жағып шығамыз. Немесе осылай насадкаға салмай бірден үстіне құя салсаңыздар да болады. Шама келсе пирогымыз пештен шыққан бойда бірден істеген жақсы. Құрметті көрермендер, егер сіздерге осы видео ұнап жатқан болса, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де каналымызға подписаться етуді ұмытпаңыздар. Меренганы жағып болғаннан кейін 180 градуста қызып тұрған пешке 5-7 минутқа салып аламыз. Меренгісі сәл ғана қызару керек. Пирог піскеннен кейін формасынан бірден шешуге болмайды. Пирог толық суығаннан кейін ғана шешеміз. Және де тоңазытқышта 200 сағат ұстасаңыздар да жақсы болады. Мен бірден солай кесіп көрсетіп жатырмын. Пирогымыз нәзік, өте дәмді болып шығады. Сіздер де менімен бірге жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Және де каналымызға подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.